Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде 19 қараша. Таңда жаңбыр жоқ. Қазір енді жерден тайғақ. Машина жүрген жерлер еріп жатыр былай жалпы. Былай тайғақ көп жүрмейтін жерлер. Сол себептен максималды мұқият болу керекпіз. Қазір шаруамызды бітірдік. Сағат қазір 10:30 жобасы. Жұмысты бастаймыз. Баршаңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Желдегілер, клиенттеріңіз көп болсын. 3-ші тапсырысты аяқтадым. 3-ші тапсырыста коэффициентпен түсті. Шамамен Макаренко көшесінен неге дейін, оңтүстік батыс ауданына дейін 720 теңге, 3,5 километр, 3,5 шақырым. 4-ші тапсырыс түсті. Жаңақоныс ауылынан Әлия Молдағұлова көшесіне эгоистка сән салоны. Далада осылай жаңбыр жауып тұр. Сол себептен мұқият боламыз. Жер тайғақтық бар. Кейбір жерлер ерген, кейбір жерлер тайғақтық бар. Кеттік, жолымыз olsun. 4-ші тапсырысты аяқтадық. Эгоистка салон красотыдан барып келді қайттан. Қазір жаңа қоныста тұрмыз. Менде кешегіде қайда бір Каспийден салып алған видеорегистраторын, негізі ішінде сыртында көрсететін. Осын қазір настроить ететін боламыз. Мына жерге нөмірлі, мына жерде даты, мына уақыт, сосын цикл менде 1 минут тұр екен. Сол 1 минут міне. Опа, фиксировать ет. Опа. Бір минут. Осыны дұрыстайтын боламыз. Сосын не? Ремень тағы да шиқылдап кеттік, кішкене қатайтып жібереміз. Сосын жұмысқа кірісетін боламыз. Кеттік. Ремень шиқылдайды, неге шиқылдайды деймін. Бірақ негіз салған. Енді қайттан ашып ауыстыру керек. Мотор мынадай. Мынаны да ауыстыру керек шығар енді. Мынаны да ауыстырып жіберем шығар. Бірақ ауыстырмаймын бұны. Кеше ғана салдым. Ремен өзімде ана запаста тұрған резервтердегі ременді сала қойдым. Өте таза болып тұр мотор. Қазір онда бұдан іске істеудің ештеңе қажет жоқ. Ештеңе регулировка жасаудың. Қазір онда үйге қарай шығамыз. Сосын жаңа жолдан Жигули деген магазин бар екен. Сол Абылқайыр ханда. Сол жақтан зат алып алып, сол ремень алып аламыз. Сол жақтан термостат алып аламыз шығар. 92-лік. Сосын бәрін бірден ауыстырып жедім. Кеттік. 5-ші тапсырысты орындадық. Қазір енді осылай шиқылдатып, кейде жақсы деп, кейде қайттан дұрыс қуат бермей қалып тұр. Қазір енді жаңа магазинге барамыз, дүкенге. Соның заттарымызды алып аламыз да бірден неге қайтамыз. Өткен мұндай жүру бұл критично. Бірде істейді, бірде істемейді. Бұл өте қиын. Егер қазір ремень үзіліп кетсе, аккумуляторына көрсетіп шығып кетеді. Аккумулятор жақсы ғой. Жаңа менде, дейін менде. Артық күш түсіру болмайды. Мен қазір оны өлші алып жақсы көрсетіп тұр. Сол жаңа Жигули деген дүкенде мен байқағаным. Дүкенде мен алдым. Генератор нәтижесінен алдым. Жаңа роликті. Сода Жигулиде 1,5 теңге тұр. Дәл сол Тракман деген. Ал неде мен сатып алған жерімде 2,5 теңге сатып алдым. 1000 теңге енді существенно арзан сияқты, біраз эконом сияқты. Мен өзім ойымша. Соған бара жатырмыз қазір енді. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде қарашаның 22-сі. Машина сынып тұр. Компрессордың ана подшипнигі задайды етіп қойды. Енді қазір соны Орел деген сервиске бара жатырмыз.
кондиционердегі фреонды шешіп береді. Сосын қайттан құйып аламыз подшипник ауыстырғаннан кейін. О, неше күннен бері сонымен арпалысып жатырмын. Сервис таба алмай, кондиционер жұмыс істейтін жер таба алмай сөйтіп жүрмін. Содан кейін Орел деген сервиске барып фреонды істетеміз. Енді сағат 3-тен кейін істетеміз шығар. Сағат қазір 1:43. Плюс 1 градус. Далада мықты коллапс болып жатыр. Қатты түнде қатты не жауып, қар жауды. Қазір сол коллапс болып жатыр. Машиналар тазартылып жатыр. Сосын Орел деген сервистен фреонды шешіп тастаймыз да қайтадан 12 вольтпен аккумулятордың күшімен Нараяна сервиске барып, сол жерден істейміз. Қазір Орел деген сервистен келісіп қоямын. Түстен кейін келісетін келесем, онда өткеннен сағат 3-тен кейін болсайым мен. 3-тен кейін деп айтам. Сосын сол жаңа неге Нараяна сервистегі жігітке тоже 3-тен кейін деп айтатын шығармын. Бүгін машина шығып кетсе тұрмысы жақсы болар еді. Егер қазір 3-ке дейін деп келісетін болса, онда үйге барып жылдамдатып кран генераторын барлығын орнынан салып тастау керек. Генератор, тек генератор, сосын компрессордың 3 болтын шешіп қойдым. Компрессорда болды, қалған бәрі істеп тұр. Қалған бәрі істеп қойдым. Оталдырмақ бір үстінде қарлардың бәрі істеп тастау керек. Тазалап тастау керек. Заправкаға сервиске жетпей тұрып қалдық. Қазақ ойл заправка. Ішінен шай алдық 302 теңге. Сонда машина деген бар, концертінен дейді. Мынау, в общем, 9 теңге шықты ғой. 3 теңге значится. Қазір досымызға звондап қойдық, күтіп отырық соны. Соны сүйреп апарамыз. Бұйырса. Сосын көреміз қалай болатынын. Сосын болғаннан кейін хабарласам деп еді, әлі хабарласқан жоқ. Айтқан жоқпын адресті әлі. Ана жігіт тоже негізі мәшін сүйреп. Менде парковкаға кел. Парковкаға. Досым келіп көреді, мына жақтан келіп көреді. Мына жақ көші келіп. Аяқпен шұқып бітті. Әдейі мана сыртынан спецов кейінде әдейі кіргізіп алып едім, әлі шығарған жоқ. Тек бітті жаңа шанында. Мына жер кирпич. Сонда да машиналар нарушать ете береді. Бәрі сияқты. Керемет қой. Ауа райы керемет. Жердің еріп жатқанын айтсам бұл. Ауыр болатын сияқтысың адам. Жер деген қатып қалып тұр ғой. Қатып жатыр. Еріп бірден бір қар бір-біріне жабысып қатып батса. Тузик. Тузик. Так. Саған беретін дым жоқ. Досымды күтіп тұрмын. 158 грамм шықты кондиционерді. Негізі 500 грамм болу керек дейді. Если что доплата жасап жүрсең, вообще есеп берсең 10 мың теңге есеп берем дейді. Ар жағында 342 грамм. Что там делать? Не, может, не этому засыпать. Бүгін араларымызда буксерге әлі көрмеген жігіттер бар шығар. Міне жігіттер міне буксермен жүргенде ременіміз осындай болу керек.
негізі ұзындығы 10 метрдің жобасы болу керек, кемі 5 метр болу керек. Сіп кетірмін досым. Шама келсе, реті келсе, негізі не қосу керек, аварийка қосу керек. Мен жағдайында қоса алмаймын, өйткені аккумулятор отырып жатыр. Бірақ аварийный знак қойып қойдық машинаға. Ё-моё. Вообще, ё-моё. Секундно. Это может быть квадр, ё-моё. На ровном месте. Былай кіршіғым дейді. Міне, например, мынау кольцойдан дұрыс шыққан емес. Өйткені егер де оңға қарай бұрылатын болсаң, сол крайне правый полосаны алу керексіз. Мынау өте қате шықты негізі кольцодан. Енді неге ана полосаға түспейді? Машиналар бар ма? Осылай жігіттер. Кольцевой дорогада шыққанда абай болыңыздар. Мына жерде негізі кейбір адамдар жаңа жерде крайне правый полосадан негізі солға қарай бұрып кетсе, например, сіз келіп тисе, сіз виноват боласыз. Өйткені сіз крайне правый полосаны алу керексіз шығу үшін. Көп адамдар білмейді негізі бұны. 40-пен келе жатырмыз, қалада көп адам білмейді негізі. Мен досымда білмейтін шығар, үйрету керек деп. Қазір осы полосамен жүреміз да, сосын солға қарай кіріп кетеміз. Негізі бұл полоса емес, ана полосада жүрген дұрыс еді. Негізі қазір мына жерден бұрыламыз деп тұрады. Мына жерден бұрыламыз деп тұрады. Елуге қарай, болашақ мөлтек ауданына қарай. 50-мен келе жатырмыз. 45 жоласы 45, сында сақтағы 45 жолы жатыр. Мына жерден бұрыламыз деп тұрады, әне көріңізді ма? Ондай ситуацияға жүрген оң жақпен жүру керек еді. Сосын ана светофордан кейін солға қарай шығып кетсек деп болады, негізі оң жақ полосамен жүре берген дұрыс еді. Кеттік, жолымыз болсын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде қарашаның 29-да Грантаны техникалық қызмет орталық көрсету орталығынан алдық. Қазір енді келе жатырмыз. Үй жаққа келе жатырмыз. 12 мың теңгеге шықты. Заправка 5 мың теңге. Откачканы компрессорды шешу үшін бірінші очередь. Біріншіден нені аламыз кен. Фрионды шешіп аламыз кен. Сосын қазір ертең бүгін енді үлгермейміз. Сағат қазір сағат дұрыс емес. Сағат 5-тен кетіп қалды. Үлгермейтін шығармыз. Ертең таңертең барамыз, бұйырса с утра. Таңертең барып фрионымызды құйып алып, негізі полный құямын дедім, 158 миллиграмм фрион шықты. Негізі полный құямын ба деп едім, онымен жігіттер айтады, Вася деген жігіт айтады, оны құдестейсі етіп қыстағы ұшып кетеді, шығып кетеді фрион. Бәрібір. Полный құймайтын болдық. Қазір енді келе жатырмыз үй жаққа. Ертеңнен бастап жұмысты бастайтын боламыз.